Тоқаев 2023 жылда орыс тілі жылы дейді. Қазақтың баласын енді Ресейдің университеттеріне грант беріп оқытады. Bir баланы Ресейдің университетінде оқыту үшін Қазақстан білім және ғылым министрлігі Ресейге қанша миллион доллар аударады. Оны өз жерінде оқытқаннан 100 есе қымбат ақша төлейді. Міне. Ал Ресейдің университеттерінің филиалы Қазақстанда ашылады. Сонда бізге не керек? 2003-2006 жылдары оқулық екеш, оқулығы жоқ, ассемблер, Cisco деген саласында оқулықтары да жоқ, орыс тілінен сен қандай білім аласың, қазақтың баласы? Не білім аласың? Ресейге барып орыс әдебиетін оқы, сосын езіп мыжып отыр, Лермонтовты талқылап, Пушкинді талқылап, сілекейін ағып, ұлы орыс халқының ұлы ақыны, ұлы Пушкин деді. Отыр. Басқа не аласың? Басқа не білесің? Ғылым, білім, медицина, IT, осы заманғы финанс ғылымы, халықара. Сондықтан қазақтарға бір ғана шығар жол бар. Әр қазақ орыс тілінен өзің бас тарт. Билік бас тартпайды одан. Балаңды орысшаға берме, оқытпа. Мектепте орыс тілі пәніне нөлге оқысын. Орыс тілі мұғаліміне пара бер. Ата-аналар жиналып орыс тілі мұғаліміне пара бер, бүкіл балаға 5 қойғыздықтар. Болды. Бірақ бір балаң орысша білмесін. Миын улама орысша менен. Миын улама. Ағылшын тілін үйрет. Ағылшын тілін үйреніп адам болсын. Орысқа сол орыс деп, орыстың Осырғын француздың әтірінен артық көретін орыс құлдар бар, солар орыс боп, солар құрсын, сол орыспен бірге артта қалып, құрып жоғалып, сол орыс боп шіріп, қызын сол орысқа беріп, одан алқаш немередерін сүйіп, жиені сүйіп, солар құрсын. Ал қалған қазақ ағылшындарға қарай ұмтылып, жарық жаққа қарай ұмтылып, балаңа ілім, білім үйретіп, өмір сүретін ғылым үйретіп, аман алып қалыр бағында. Орыспен бірге ойран болма.